Бүгін еліміз бойынша мектеп бітіруші түлектер үшін соңғы қоңырау соғылды. Алтын қоңыраудың сыңғырымен республика бойынша 160 мыңнан астам оқушы қоштасып жатыр. Аталмыш мерекеге республика бойынша 3 миллионға жуық мектеп оқушысы қатысты. Астана мектептерінде де кезекті оқу жылының аяқталғанын білдіретін соңғы қоңырау салтанатты жағдайда өтті. Елордада өткен соңғы қоңырау мерекесі жайында тілшіміз Жандос Жұмабек әңгімелейді. Астанадағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен сыңғырлы соңғы қоңырау мерекесіне Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің өкілдерімен қатар бірқатар білім беру саласының ардагерлері қатысты. Ұстаздар қауыммен ата-аналарды және мектеп оқушыларын соңғы қоңырау мерекесімен құттықтап, мектеп бітіруші түлектерге сәт сапар тіледі. Бүгінгі күні 3 миллионға жуық біздің мектептің балаларына арналған соңғы қоңырау соғылуда. Соңғы қоңырау тағы да бір біздің еліміздің балдарының бір жасқа үлкейгені, үлкен азамат болғаны, қоғамға өзінің үлесін қосатындығы оның белгілі. Сонымен бірге ең ерекшелігі биылғы жылы 163.845 бала мектепті бітіруде. Биылғы оқу жылында Назарбаев зияткерлік мектебінде 833 оқушы білім алды. Түлектер арасында халықаралық олимпиада мен ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары бар. Ербол Ахметов солардың бірі. Болашақта Қазақстанның гүлденуіне өз үлесін қосқысы келеді. Бар арманы оқу, елге пайдасын тигізу. Осы жылы бітіріп жатырмын. Мен осы мектепті бітіргеніне өте қуаныштымын. Өйткені мұнда мен өте ең дегенде осы мемлекеттеріміздегі ең білімді адам болуға осы қадам жасаған сияқтымын. Осы мектепті бітіріп мен кез келген осы Қазақстандағы университетке түсе аламын. Соңғы қоңырауға келген ата-аналар мен ұстаздардың бойын қуаныш кернесе, мектеп бітіруші түлектердің жүзінен қимастық сезімді байқауға болады. Биыл бұл мектепті бітіретін 45 оқушының 12-сі алтын белгі үміткерлері болса, оны үздік аттестатқа үміттілер. Шәкірт жетістігі, ұстаз мақтанышы. Бүгін жалғыз біздің мектепте ғана емес, түгел кең байтақ осы өзіміздің Қазақстанымызда үлкен мереке болып жатыр. Ол соңғы қоңырау мерекесі. 11 жыл бойы күткен осы біздің түлектеріміздің соңғы қоңырауы болып есептеледі. Сондықтан мен түгел осы кең байтақ еліміздегі түгел түлектерді осы соңғы қоңыраумен құттықтаймын. Биыл еліміз бойынша 120 мыңнан астам бала ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады деп жоспарлануда. Соның ішінде 5 мыңнан астам оқу бітіруші түлек алтын белгіге үміттілер қатарында. Ал 265 мың бала бүгінгі күні 1-ші сыныпты бітіріп ата-аналарын қуантуда екен. Бүгін соңғы қоңырау, біз 3-ші сыныпты бітіріп жатырмыз. Алдымызда үлкен 3 айлық демалыс. Мен өз атымнан ұстаздарымды құттықтаймын. Мектеп бітіруші ағаларымды сәт сапар тілеймін. Сондай-ақ Астанадағы Ахан Құрманов атындағы номер 17-ші мектеп гимназиясында да соңғы қоңырау кеші көңілді өтті. Жиынға зиялы қауым өкілдерімен қатар депутаттар қатысып, оқушылардың қуанышымен бөлісті. Өз кезегінде оқушылар мектеп бітіруші аға-апаларына арнап ән салып би билеп берді. Соңғы қоңырау соғылып, кеш соңы мектеп оқушыларының концертіне ұласты. Жандос Жұмабек, Рүстем Хабар, Астана.